зорлық, қиянат, қаншерлік жоғалып, бір заманда адам баласы бірін-бірі маңдайға шертпейтін, жер жүзіне ұжымақ орнайтын шақ бола ма, жоқ па? Ұрлық, қарлық, зұлымдық, зорлық, қиянат сияқты қылмыстар өше берудің орнына өсе берсе, сол қылмыстардың бәрі де басқарушылардың өз бастарында болғаны. Қанағатсыз билерді қабан деген, қамшылатқан жүйрікті шабан деген, біреудің ақысына зорлық қылған, қиянат қияметте жаман деген. Қиянат қылма адамға, таза еңбек істе заманға. Арлы, ақылды адам қиянат, зорлық жасамайды, өзімшілдік пен мақтанды сүймейді. Жүрегі таза адам қиянатқа бармайды. Ең тереңдегі жануарлар деңгейіндегі билікті билік емес, зорлық деп атаған жөн. Зорлыққа бой үйренген жерлерде оған төзіммен қарайды. Ешқандай зорлық, зомбылық бұрын көргенді көрінбейтін ете алмайды. Жек көруді махаббатпен, жалғандықты шыдамдықпен, зорлықты шыдамдылықпен жеңу керек. Жан қызға зорлық қылмаңыз, жағасынан алмаңыз. Қара бура арыса, майы қалың, бесті артық, баласы жоқ қатыннан, лақтаған ешкі артық. Билік басындағы адамдар жұрт өзінің әрекетінде тек зорлықты басшылық қалады деп ойлайды. Сондықтан қазіргі тәртіпті сақтау үшін зорлықты батыл. Басқарудың 4 жексұрын тәсілі: тәрбиесіз өлтіру, қаталдық, ескерту жасамастан жұмыстан нәтиже талап ету, зорлық. Бейбіт төңкерісті мүмкін емес ететіндер зорлық, зомбылық төңкерісін сөзсіз жасайды. Хан сұлтандар уәде береді, алдайды, ұрлық қылады, зорлық қылады, оны қара қазаққа шабады. Мұнафиқтың 3 белгісі бар: сөйлеген кезде өтірік айтады, уәдесінде тұрмайды, аманатқа қиянат етеді. Тәкаппарлық, тоны киме, біл, демегім халықты кеуде керіп тіл демегін. Нышаны, мойындықтың кішіпейіл, кішік бош, еш адамды күн демегін. Дандамайсыңа, кеуденді құр көтерме, сеніп болмас қу дүние етерде. Кішіпейілдің абыройы асады, тәкаппардың құты қашады. Өзгертпе, ұлық болсан өзгейіңді, ұмытпа, шәйі кисен бөзгейімді. Дәрежең өскен сайын ұстамды бол, айта біл жас кәріге өз түйінді. Тағы бір керекті сөз айтам дастан, ұғып ал, құлақ салып, мендей достан. Айнымас кішіпейіл бола білгін, аластап тәкаппарлық ойды бастан.